Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Шоқан мен мүсінші бала. Здравствуйте, дети! Тема урока Чокан и скульптор мальчик. Жаңа сөздер, новые слова. Мүсінші, скульптор. Танымал, знаменитый. Әлем, мир. Балалар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Балалар, сіздерге әртүрлі мүсіндердің суреті берілген. Осындай мүсіндерді жасайтын адамды мүсінші дейді. Ребята, скульптор делает разные изображения из глины, из дерева, даже из металла. Бірінші тапсырма, мәтінді тыңда. Первое задание, ребята, слушайте текст. Мені мұқият тыңдаймыз. Шоқан дарынды балаларды жақсы көретін, оларға көмектесетін. Чокан любил и помогал талантливым детям. Шоқан ауылға келгенде мүсінші бала мысықпен танысады. Когда Чокан приехал в село, знакомиться с скульптором, который звали Мысық. Мысықты Ресейге оқуға алып кетеді. Чокан забирает Мысық на учебу в Россию. Мысық өскенде атақты мүсінші болады. Когда вырос Мысық, он станет известным скульптором. Үшінші тапсырма, мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Балалар, мені мұқият тыңдаймыз. Мына мүсіндерді кім жасады? Мен жасадым. Керемет, сен атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Әкем де, шешем де жоқ. Қалай барамын? Қорықпа, Мысық, мен саған көмектесемін. Шоқан Мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін Мысық әлемге танымал мүсінші болды. Келесі тапсырма бала жазылым, письменный. Төртінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Четвертое задание, ребята, вместо многоточек пишем нужные слова. Керекті сөздер, нужные слова. Әлемге танымал, мүсінші, мүсін, мысықпен. Ресейге. Например, мысалы, бірінші сөйлем. Шоқан ауылға келгенде мысықпен танысты. Мұндағы керекті сөз, нужные слова, мысықпен. Дәл осылай қалғандарын балалар дәптерімізге жазамыз. Сау болыңыздар.